Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ыбыраев Болат Қалыбекұлы. Қазаққа қадау-қадау таланттарды сыйлаған қасиетті Қарқаралы өңірінің тумасы. 1954 жылы Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы Нұркен Әбдіров ауылында дүниеге келген. 1960-1970 жылдары Нұркен Әбдіров атындағы 10-шы мектепте оқыды. 1972-1974 жылдары Кеңес армиясы қатарында Германияда әскери борышын өтеді. Саф өнерге ықылас ауған бозбала Болат 1975 жылы Алматы театр және көркем сурет институтының театр және кино актері бөліміне оқуға түсіп, 1979 жылы КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты профессор Шолпан Жандарбекованың шеберханасын тәмамдады. Сонымен қатар тәжірибелі тәлімгер Татьяна Қасымқызы Наурызбаевадан театр кино өнерінің тарланы, КСРО халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Асанәлі Ашимовтерден дәріс алды. Дипломдық жұмысында Мұхтар Әуезовтің еңлік кебегінде Еспенбет, Арбузовтың қатыгез ойынындағы Константинов және Байсейітов пен Шаңғытбаевтың Беуғыздар айындағы доцент рөлін кескіндеді. 1979 жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрына жолдамамен келіп, өнердегі еңбек жолын бастап кетті. Оның алғашқы актерлық дебюті Исабаевтың Сапар сыры драмасындағы жас инженер Қобылан бейнесі. Режиссері Жақып Омаров. Сахнада шынайы өмір сүретін актер Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры сахнасында Исабековтың әпкесіндегі Тимур, Таразидың жақсы кісісінде Марат, Гогольдің үйленуінде Жевакин, Жүнісовтың өл арасында Корнеев, Мұқановтың мөлдір махаббатындағы Бүркіт, Йоселянидың 30 золың болғанша пьесасындағы Бухути және тағда басқа кейіпкерлерді сомдады. 1991 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері, дарынды режиссер Жақып Омаров Сарыарқа төсінде ашылатын жаңа театрға қызметке шақырады. Бұл кез қазіргі Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының алғаш іргетасы қаланған тарихи күндер болады. Алғаш театрдың шаңырағын көтерген сахнадағы үзеңгілестері Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Шәміл Жүнісов. Бүгінгі театрдың анасына айналған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рымкеш Омарханова, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Түймехан Атымтаева. Өнерде де, өмірде де қатар жүрген ағамыздың жары, талантты актриса Мақбуза Ыбыраева және тағда басқа өнер майталмандары аталмыш театрда еңбек етті. Ұлтымыздың рухани қажеттілігін өтеп отырған киелі шаңырақта дарынды өнер қайраткерлері, республикамыздың еңбек сіңірген қайраткері Жақып Омарұлы, Қазақстанның халық әртісі Қадыр Жетпісбаев пен Кеңес одағының халық әртісі, халық қаһарманы Әзірбайжан Мамбетовпен қызметтес болып, театр сахнасында сан алуан бейнелерді шығарды. Тауасаров, Махаббат аралы, Орманшы, Оралған Бөкей, Құлмын мен, Жан, Ғабит Мүсірепов, Ақан сері Ақтоқты, Жалмұқан, Қыз жібек, Базарбай, Мұхтар Әуезов, Қара қыпшақ Қобыланды, Көбікті, Абай, Оразбай, Еңлік кебек, Кеңгірбай би, Шыңғыс Айтматов, Ғасырдан да ұзақ күн, Едіге, Тахауи Ақтанов, Жоғалған дос, Естемесов, Уильям Шекспир, Ромео мен Джульетта, Пастор, Гамлет, Полоний, Антон Чехов, Ваня Ағай, Войницкий, Дударев, Кеш, мультик, Дюджен Углу, Көшкін, Ақсақал, Дельмар, Баянсыз бақ, Мистер Купер, Фриш, Дон Жуанның думаны, Тенорио, Болат Ұзақов, Жандауа, Шал, Жан Ануев, Жалын жұтқан Жанна Дарк, Кашон, Қанат Жүнісов, Сәкен Сұңқар, Ахмет Байтұрсынов. Ежовтың тыраулап ұшқан тырналарындағы полковник Лукьянов бейнелерін айрықша шеберлікпен кескіндеп, көрермен ықыласына бөленді. Өнер саласында қысы-жазы гастрольдік сапарларға шығып, Өзбекстан, Башқұртстан, Ресей мемлекетінің көптеген қалаларын аралады.
Өнер саласында жемісті еңбек еткен сахнагер 2002 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ерен еңбек үшін медалімен марапатталды. 2013 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер атағын иеленді. Бергені мол, берері көп дарын иесі. Талантты актердің әлі де талай қайталанбас рөлдерді сомдап, өнер әлемінің биігінен көріне берері сөзсіз. Қалеки театрының негізін қалаған, театр өнеріне сіңірген еңбегі ұшан теңіз сахна шеберіне ұзақ ғұмыр тілейміз. Қазақ театр өнерінің кемелденуіне зор үлесіңізді қосып, өнер әлемінде сан түрлі кейіпкерлерді тірілтіп, сахна өнерінің заңғар биігінде самғай беріңіз, қадірменді Болат аға.